Әзірет Әбу Бәкірге жасалған қиянат. Расулалла бір күні Дарул Аркамда бір топ сахабамен сұхбаттасып отырады. Араларында пайғамбардың садық досы Әзірет Әбу Бәкір де бар. Ислам жолында өз бастарын құрбандыққа тігуге даяр шәкірттер таухидты, Алланың бірлігін жалпы жұртқа жариялауға асыққан. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әр нәрсенің өз уақыты толып, мерзімі болатынын айтып, абай болуға шақырып, әлі санымыз аз, қатарымызды көбейтіп алайық десе де, мүминдер өздері татқан иман ләззатын өзгелерге жеткізуге асықты. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам достардың тілегін жерге тастамай, топ болып харам мешітіне баруға келісім берді. Мұсылмандар мешітке келгенде бір топ мүшрикті сонда отырған. Алқақ отан отырып, жайғасқан соң, Әзіреті Әбу Бәкір аптыққан көңілін ауыздықтай алмай отырған кәпірлерге қарап, Аллаға иланудың қажеттілігін, иманның қасиеттілігін, пайғамбарға сенудің, оған ерудің жемістілігін, пұттарға табынудың адасушылық екенін айтып жар салды. Онсыз да тиісерге қара таппай кіжініп отырған мүшриктер Әзіреті Әбу Бәкірге бас салып, әп-сәтте қан жоса қылды. Өз руының бірнеше жігіт араласпағанда мүрдем кетірмеді. Темір тақаларымен аямай тепкілеп, қолдарына түскен нәрсемен аяусыз төмпештеген соң не жаны қалсын. Әзірет Әбу Бәкір сол жерде талып қалады. Үйіне көтеріп әкеліп жатқызған соңда жанашырлары жанынан шықпай бәйек болады. Кешке дейін тілге келмеген ол, күн батқан шақта тіршіліктің белгісін байқатып көзін ашты. Әрбір қимылын қалт жібермей қадағалап, басында күзетіп отырған жолдастарының көздері күлімдеп, бір-біріне қарасты. Оның бірінші сұрағаны, Расулалла аман ба? Мүшриктер оған тіл тигізіп еді ғой болды. Міне, қанша қиналып жатса да, Әзірет Әбу Бәкір дініне беріктігінің, достыққа адалдығының ұлы өнегесін көрсетті. Өзінің не халде екенімен шаруасы жоқ. Аңырсып ыңқылдап жатқан екі жихан сұлтаны Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам уайымдап, көзімен көргенше жаны жай таппады. Ау, таң атқалы нәр татпадың, ең болмаса суырттасаңшы деп құрақ ұшқан анасына, жаным анашым, сенен бір өтінішім бар. Хаттаптың қызы Үммі Жәмилге барып, Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам туралы біліп келсе қайтеді. Соның саулығын естігенше тыным табар емеспін. Бұл күйде тамақ та батпас, ішкенім ірің болар деді қинала сөйлеп. Мұны естіген ана байқұс тағат тауып тұра алсын ба? Салған бойда ұлының айтқан адамына келді. Үммі Жәмил иман келтірген бақытты әйелдердің бірі еді. Ұлының халіне жүрегі сыздаған ана Үммі Жәмилге Әбу Бәкірдің айтқандарын айна қатесіз жеткізеді. Бірақ пайғамбарымыздан алған әрісті сақтық сабағы бойынша Үммі Жәмил, мен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жайлы ештеңе білмеймін. Қаласаң Әбу Бәкірге бірге барайық, өз аузымнан естісін дейді. Негізінде Үммі Жәмилдің Расулалладан хабары бар еді. Мәселенің анық қанығына көз жеткізу үшін осылай жауап берді. Әзірет Әбу Бәкірді көзі көгеріп, бет-аузы ісінген күйде көрген ол, сені осынша азаптап, қорлағандар азғындықтарының қайтарымын Құдайдан тапсын деп айтып салғанын өзі де байқаған жоқ. Үммі Жәмилден Әзіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам амандығын естігенмен жаны жай таппаған Әзірет Әбу Бәкір, қайтсем де оны өз көзіммен көруім керек, әйтпесе жүрегім тыным табар емес дейді. Шеше сорлының баласы дегенде шығарда жаны бөлек емес пе? Бұл жолы да шырпыр болып, құлыным-ау, мұна түріңмен қалай сыртқа шықпақсың, жүре алмайсың ғой деді. Бірақ әлемнің нұрына, Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам деген сүйіспеншілігі адал достың дегбірін қашырып, басқалардың айтқанын тыңдауға ерік бермеді. Ақыры болмаған соң қасқарая бір жағынан анасы, екінші қолтығынан Үммі Жәмил демеп, ақсаңдаған күйі Дарул Аркамға келеді. Табалдырықтан аттар аттамас Әзіреті Мұхаммедті көріп қуанғаннан, сенің жолыңа атанамның да жанын пида етейін, уа Алланың расулы, міне мен де келдім. Залым Удба ибн Рабиғаның бет аузымды қанға бөктіргені болмаса тәуірмін, сенің амандығың дәтке қуат деп анасын нұсқап, мынау менің анам. Осы асыл адам үшін Аллаға қол жайып, иман нәсіп етуін тілесең деген көптен көкейімде жүрген арманым бар еді. Соның бүгін реті келген сияқты, сенің құрметіңе кешірімі мол Алла,
оны тозақ отынан сақтайтын шығар деп жалғастырды. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айнымас досының тілегін екетпестен дұға оқыды. Ықыласты батаның қайтарымы болып, Әзірет Әбу Бәкірдің анасы Үммі Хайыр көп ұзамай бақытты мұсылмандар санатына қосылды.